көріп, каналға тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіз, сұрағыңызға жауап беремін. Міне жаңағы бұны кеше істегенмін, содан қалған тамақ әлі сол кешегі күйінше, су бір бөлек, тестасы бір бөлек, әдемі болып тұр, қоймалжың болып кетпеген. Мүлде езілмейді. Бір күн, 2 күн тұрса да сол қалпында тұра береді. Осындай болып шығатын тестаны бірге жасаймыз. Бізге ең керегі жұмыртқа. Біз жұмыртқаға илейтін боламыз. Мен 3 жұмыртқа алдым. 3 жұмыртқаға тұз қостым. Және де 2 ас қасық қана су қостым. Су қоспасаңыздар да болады. Тек 3 жұмыртқаға илесеңіздер де болады. Мен азырақ 2 қасық қана су қостым. Енді ұнымызды салып, қаттылау ғып қамыр илейміз. Илеп алғаннан кейін ыңғайлетіп илеп аламыз да күліңкеге салып қоямыз. Жарты сағат, 1 сағат қалауыңызша, жайғанға ыңғайлы болғанша жұқалап жайып аласыздар осылай. Жұқалап бір тегіс болып жайып алған кейін оқтаудан осылай суырып алып, барынша жіңішке етіп турап шығасыздар. Турап болғаннан кейін осылай алып, бірігіп тұрған жерлерін барын ажыратып аласыздар. Сорпаларыңызды дайындап, піскеннен кейін тамақ дайын болған кезде сорпаға салып аламыз. Мына сорпамызға дәмдеуіштер, мен роллтонның дәмдеуішін қостым. Тура роллтонның дәмін береді, содан азырақ қостым. Қоспасаңыздар да болады. Енді осы қайнап тұрған кезде біз кеспелерімізді шашып саламыз. Уыстап салуға болмайды, шашып саламыз. Және де 1 минут қана қайнатамыз. Көп қайнатуға болмайды. Өте аз, бір бұрқ етіп қайнатсақ жетеді. 1 минутта толығымен піседі. Сорпа тек қайнап тұрған кезде ғана кеспені саласыздар. Дайын болғаннан кейін кесемізге құйып, ұсына берсеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, жіп-жіңішке, жабыспаған дана-дана. Мен өзім бұл кеспені аптасына 2 рет, 3 рет істейтін кездерім болады. Өйткені менің қайнатам осы тамақты жақсы көреді, кеспе көжені. Сөйтіп, содан бұны жиі жасаймын. Осылай езілдірмей жасауға да болады, және жұмыртқасыз жасасаңыздар да ол дәмді болады. Өте дәмді. Каналға тіркеліп кетіңіздер.